бір кездер қызық кетіп су сепкендей басыласың, сол кезде уәде берем мені қатты сағынасың. Давай сен не высовывайся деген біздің психикамыздағы запрет туралы біз талдайық. Мен де, сіздер де бұл әңгімеге уже дайынсыздар деп ойлаймын, өйткені Абилова Мерейге өте көп хейт бар, бірақ психолог эксперт ретінде мен не айтатын едім. Өте көп нәрсе айтқым келеді. Комментарийлерді оқып отырсаңыздар, өте көп нәрсе жазады. Бізде тек қана бәрі көшіреді, өзі идеальный нәрсені таба алмайды, осы Мерей осындай, всегда скопированный болып жүреді. Зачем еге шампунь шығара алмасаң шығарып. Бұлардың барлығы жалпы айтқанда не высовывайся деген адамдардың комментарийлерінен көрінеді. Яғни, ол қалай көзге көрінбе, алдыға шықпа, ерекшеленбе деген біздің родительский психикамызда бессознательный да запрет болған кезде ондай адамдар то есть көрінбейді. И өзге адамдар да алға шығып жатқан кезде, өзінің бір істегі әрекеттерін жасап жатқан кезде, оларды выдерживать етуде іште өте қиын. Мүмкін ішінде зависть сезім болуы мүмкін, ашу болуы мүмкін, бірақ ол адамдар оны естественно осознать етпейді, түсінбейді, менде осындай болып жатыр, осындай процесс болып жатыр екен. Лишь бы сондай адамдарға, өзінің әрекеттерін, істерін жасап жатқан адамдарға жаным сен қалай шампунь шығарам дедің, бізде бәрі шампунь шығарып жатыр, чё-то. Это что такое? Сен мынандай нәрседе, егер сен идеально жасамасаң, жасамай қоя сал. Егер сен конкретно жасамасаң, жасамай қоя сал. Жаным кешіріңіз, бірақ адамдар бұл фантазия, бұл нереальный нәрсе. Сен бір нәрсені конкретно, нормальный, идеально жасауың үшін сен оны 1000-миллион попытка жасауың керексің. Бұндай адамдардың көбінесе конкретно деп айтып отқан нәрсесінде өте токсичный ата-анасының психикаға сындырып тастаған нәрсесі бар. Оны адамдар өздеріне негізі іште өзіне қатты болып келеді. Сыртқа жұмсақ болғанымен неліктен? Өйткені мынандай нәрсе бар. Білмеймін, кішкентай бір, мысалы, жай ғана уборка дейікші, уборка жасады үйіне, уборка қыз да, бір қыз средний, мысалы, сыныпта оқиды дейік, уборка жасады, бәрін зың етіп, классно еді, и там кешке келеді, мамасы оны көреді, мамасын айтып, күтіп тұрда пахвала байқай ма екен деген сияқты. И келді, анасы көрді, үйінің уборка жасаған, и такая қол ұстап сыртында үйдің ішінде ең бір бұрышқа апарды да көрсетті. Это что такое? То есть жаңағы, білмеймін да, 10 жастағы, немесе 8 жастағы, 9 жастағы, білмеймін, 12 жастағы қыздың бүкіл 5 комнаталы, 10 комнаталы үйді жинағаны, сыпырғаны, шаң сүрткені, бәрі фигня да, мына көрпешенің астындағы мына бір мусор, это важнее да. И ана қыз неокей состояниеде қалып қалады. Яғни конкретно жасамасаң, жасамай-ақ қоя сал. И естественно, бұндай адамдарда проявлениясында, өмірінде, особенно финанста, жұмысында бір идеялар жасайтын кезде өте қатты қиналады. Прям өте қатты қиналады. Қазір мен түсіндіретін боламын. Ондай адамдар неге қиналады, я? Өйткені, мысалы, өздері осознать етуі мүмкін, жаңағыда бір идея келсе, бір повышенияға байланысты, немесе кішкентай бір нәрсені бастайын десе де, любой ауылда тұратын келіншек болса да, оқыған адам болса да, сондай бір нәрсесін реализовать ететін кезде қиналады да, мына жерге буынып қалады ше, ол адамдар. Либо сезім деңгейінде, эмоционалды деңгейде сол бір әрекет жасай алмай қалады, либо бастаған кезде уже өте іштегі ойлары қатты көтеріліп кетеді, әртүрлі ойлармен примерно өзі ойлайды ол адам ше, жаңағыдай. Бір өзіне бір қалай айтсам екен, бір саналы, бір отмазкалар ойлап табады. Нормально, қазір мынандай емес, мынандай ғой деп, и соған өзі де сенеді, и жасаудан бас тарта салады. Былай жатқан кезде. Бұл негізі, бұл нәрселердің, әрекеттердің бәрі соңында запрет тұр да, запрет тұр. Не высовывайся, көрінбе, жасама деген сияқты. Жаным, смотри, высовываться ет, көрін. Жай ғана тиктоктағы липсинг видеоларының өзін жаса сала бер. Шын айтам, кейде бірдеңеден бастау керек. Осындай ұзақ разговорный видеоларды салу үшін бірдеңеден бастау керек. Сен білмеймін, қандай бір маман болғың келеді, істегің келеді, бірақ бастап жасау керек. Өзіңе поддержка бер, қолдау көрсет, қатал болма. Қатал болма, зачем қатал болып? Сен әрекеттің ошибка болуы мүмкін. Но ол ошибка емес, ол сені бір нәрселерге сол бір істе саған қалай айтсам екен, көбірек фокус қою керек екен үйретіп жатыр. Вот и все, қиындатпа. Түсініп тұрсың ба? И с каждым разом осы ішіңдегі не высовывайся деген осы ішкі запрет қатты көтерілуі мүмкін. Естественно, ол жерде үлкен травма болса, мен онымен жұмыс жасаймын. Ол кезде маған терапияға жазылуға болады. Ұзақ мерзімді немесе жаңағыдай нақты бір запроспен келсең де болады. Ол үшін осы актуальныйды оқып шықсаң болады. Бағасы, толық ақпарат деген сияқты. Все, бәріңді жақсы көремін. Парақшаға жазылып алыңдар. Осы жерде әртүрлі нәрселерді біз талдайтын боламыз.